Армысыздар, эфирде Headliner Weekend, студияда мен Диана Ахметова, алда көретіндеріңіз. Ұлыстың ұлы күнін өнер иелері мен қоғам жанашырлары қалай атап өтті? Төл мерекеміздің құндылығы неде? Ұлттық киім неге ұлыстың ұлы күні ғана еске түседі? Қазақ киімді наурызда ғана емес, күнделікті өмірде де кию мүмкін бе? Наурыз көженің жасалу жолы қандай, ал қасиетті тағамды қандай ниетпен ішу керек? Наурыз мейрамы, көктем мейрамы және орталық Азия халықтарының жаңа жылы. Бұл мереке бірнеше мың жылдан бері аталып келеді. Парсыша наурыз бірінші айдың бірінші күні дегенді білдіреді. Бұл айды соғдалықтар наусарыз, хорезмдіктер наусарджи, армяндар навасарди, чуваштар норас ояхе деп атаған. Күн мен түннің теңеліп, жер ана жасаратын айрықша күннің қадір қасиетін қаншалықты білеміз. Қыстың қытымыр аязын өткерген соң, алдағы шуақты күндерден үміттендірген ұлыстың ұлы күні халыққа шаттық, қуаныш сыйлап қана қоймай, отбасылық салт дәстүрдің мән мағынасын ұғындыра түсетіні анық. Одан бөлек жер иесі қыдырата бар шаңырақтар алап, бақыт сыйлайды, бата береді деген сенім наным да бар. Кедейдің бір байғаны, бір тойған дейді ғой. Жалпы наурызға келген кезде домбырамыз арқалап, мереке жиын тойда әншілер өздерінің дәстүрлерін атап жатады. Негізі наурызды қарсы алу таңды күту ғой негізі. Біздікілер күндіз тойлайды да, сағат 3-тен кейін шапандарын шешіп қайтып кетеді үйлеріне. Негізі жастар таңды қарсы алады. Алтыбақанның аясында негізі. Қыздары жігіттерге ұйқашар біп неше түрлі ұлттық ойындар Алтыбақанның басында. Ал жігіттер, яғни серілер қыздарға өзінің сый-сияпатын өзінің ұнатқан қызына береді екен. Негізі бұны да біліп жүрген абзал, көбісі білмейді. Ұйқашар деген не, селт еткізер деген не. Ал енді бұлдың тәрбиелік мәні бар. Жаңа жыл болса шыршаны кесіп алып келеміз. Ал бізде қазақтың несіне тал егеміз. Ақсақалдар кезінде немерелерін ертіп алып, тал егіп кәдімгі бұл да бір өнегенің дүниесі. Ұлттық киімді той-томалақтан бөлек қарттарымыздың көненің көзі ретінде күнделікті киіп жүретіні рас. Алайда қазақ киімді үстіне іліп жүрген жұрттың саны айтарлықтай көп емес. Осы тұста Алатау серілері тобының әншілері өз ойларын ортаға салды. Бір қызығы, серілердің арасында қазақ киімін сахнадан тыс киетіндер де бар екен. Таң қалып қарайды, кейбіреулер суретке түседі. Басқа әлемнен келген сияқты бола ма? Шынымен солай. Үнемі қасында жүрді ғой балалар ше. Кейбір ортаға бір кіріп барған кезде бәрі жалт қарайды. Басымда бөрік болмаса шытпен кіріп барам солай. Аяғымда оюлы құрмет. Мен болмысында қазақылық жақсы көрем. Кейбір кезде өзім бүкіл бәрі кисе екен деп іштей тілеймін. Өйткені неге қазақ солай киді ғой. Бірақ бұрынғы байырғы қазақ ұқсап емес. Заманауи қылып. Қыздар жилетке киіп, орамал тартпаса да мысалға ше, етігі оюлы, болмаса қолындағы сөмкесі оюлы болса, ұялы телефонның өзі көп сығыр. Сондай. Осы тұста өнерлі жігіттер ұлттық киімді заманауи киімдермен үйлестіріп киюге болатындығын алға тартады. Жыл сайын ұлыстың ұлы күні еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі мерекелік шаралармен атап өтілетін еді. Ал биыл өкінішке қарай жағдай мүлде басқаша болды. Наурыз мейрамын ел болып жаппай тойлауға рұқсат етілмесе де, өнер иелері халыққа деген ақ тілектерін көгілдір экран арқылы жеткізді.
жайда